өзіміз шалап отырсақ, балаға күндір сумен боламыз. Неге? Береке жоқ тәрбиеде. Өйткені өз бойымызда жоқ. Балаға ұрсасын, ол да менен көріп жүрген жоқ оны. Әйтеуір дұрыстап та қояды дейді ол да. Сөйтіп осындай жаңағы салиқалылық бойымызда дұрыс қалыптаспай жатқанда осы нәрсе кесірін тигізіп жатыр да. Міне кітапты берік ұстанатындар, кітаптың ішіндегі. Сол берік ұстанатын нәрселердің ішіндегін өткен айттық қой. Намазды жеке тағы да алып шығып айтты деп та. Намазды тұрақты атқарғандар деп. Намаз ол сіздің негізгі, өзіңіздің дініңіздің негізгі көрсеткіші. Намаз ол сіздің ақыретіңіздің белгісі. Намаз ол Алладан қорқатындығыңыздың белгісі. Намаз ол күнәңізге жылап жатқаныңыздың белгісі. Намаз деген сөз ол ақыретте Алла Тағаланың уәде еткен нәрсесінің бәріне жаңағы сенгеніңіздің көрінісі ол. Намаз деген сіздің кішірейіп жатқаныңыздың көрінісі. Намаз деген сіздің бойұсынушы екендігіңіздің көрінісі да. Әрдайым осы намаз, осыны Алла қалады бізден. Осы емтиханды ұстап берші, осы емтиханнан өтіп берші деді. Осыны ұстайтын болса, онда Алла Тағала не дейді? Инна ла нудиғу ажрал муслихин. Өзін өзі түзетіп, айналасындағыларды түзетіп жүргендердің еңбек ақысын, сауабын біз ешқашан жоймаймыз дейді. Байтамыз дейді оны. Еселейміз ертең, сөйтіп жаңағы мәңгі жәннатқа кіргізіп жібереді.